Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 144-ші сабақта біз ақиқат немесе пікірлер құру тақырыбын өтетін боламыз. Біріншісі тапсырма қарайық. Мына сөйлемдердің қайсысы пікір болып табылады? А. Қандай шуақты күн? Әрине бұл пікір емес, 102 мен 4 сандарының көбейтіндісі 408-ге тең. Бұл пікір. Сіз табиғат аясында демалуды ұнатасыз ба? Бұл сұрақ, пікір емес. Астана, Қазақстан Республикасының елордасы. Бұл пікір. 8 жұп сан. Ай, жер серігі, бұл да пікір. 3 және 5 сандарының қосындысы 8-ге тең. Бұл да пікір, Сіз театрға бардыңыз ба? Бұл сұрақ. Өтінемін, маған кітапты алып келіңізші. Бұл да өтініш, пікір емес. Екінші тапсырманы қарайық. Пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықта дейді. Суретке қарайық, Ада айтады. Табиғат аясында демалғаннан кейін қоқыс заттарын шашып кетуге болады. Әрине, бұл жалған, болмайды ғой. Табиғат аясында демалғанда спорттық ойындар ұйымдастыруға болмайды. Әрине, бұл да жалған. Керісінше спорттық ойындар ұйымдастырған өте пайдалы. Б. Табиғат аясында демалғанда домбырамен ән салуға болады. Әрине, болады. Табиғат аясында демалғанда суға түсуге болмайды. Әрине, суға түсуге болады, табиғат аясында. Қандай су болғанына байланысты енді. Табиғат аясында демалғаннан кейін жаққан отты сөндіру қажет емес. Бұл да дұрыс емес, Табиғат аясында демалғанда балық аулауға болады. Әрине, болады. Табиғат аясында демалғанда суретке түсуге болмайды. Жалған, өйткені суретке түсуге болады. Табиғат аясында демалғанда атпен серуендеп жүруге болады. Әрине, дұрыс. Демалғанда қайықпен серуендеуге болмайды дейді. Әрине, болады, бұл жалған. Ал үшінші тапсырмада суретке қарап пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықта дейді. Суретте табиғат аясында демалыс бейнеленген. Әрине, дұрыс. Суретте отбасының ас үйде тамақтану бейнеленген. Дұрыс емес. Суретте қыс мезгілінде отбасылық демалыс бейнеленген. Қыс мезгілі емес, жаз мезгілі, керісінше дұрыс емес. Табиғат аясында отбасылық демалыс бейнеленген. Дұрыс. Отбасылық демалыс. Төртінші есепте Сырым мен Әлия топтағы оқушылардың табиғат аясында қандай демалғанды ұнататындарын сұрады. Олардың жауабы кестеге түсірді. Кестені пайдаланып ақиқат немесе жалған пікірлер құрастырыңдар дейді. Мына жерде кім нені ұнататындарына плюс қойылған, Мысалы, Айша тауға шығуды, жидек теруді және қайықпен серуендеуді ұнатады. Ал қалған атпен серуендеу, суға түсу, балық аулау, гүл теруді ұнатпайды екен, Енді ақиқат пікір дегеніміз қалай, Ол Айша тауға шығуды ұнатады, атпен серуендеуді ұнатпайды, Бұның бәрі ақиқат. Тура осы жердегі тұрғанның барлығын ұнататын ұнатады, ұнатпайтын ұнатпайды деп айту, жазу, ол ақиқат болады. Ал енді жалған пікір дегеніміз, мысалы, Әминаны алайық, Әмина тауға шығуды ұнатпайды деп жазсақ болады. Ол жалған болады, өйткені Әмина тауға шығуды шынымен де ұнатады ғой. Немесе атпен серуендеуді ұнатпайды деп жазсақ болады. Яғни Әмина атпен серуендеуді ұнатады. Сондықтан ол жалған пікір болып саналады. Осылай барлық балаларды айтып шықсақ болады. Бесінші есепте А вариантында көбейтінділерді көбейткіштердің квадраты немесе кубына айналдырып өрнектердің мәнін есептеңдер дейді. 7 көбейту 7 дегеніміз 7-нің кубы болады, 10 көбейту 10 дегеніміз 10-нің квадраты болады. Яғни 7-нің кубы дегеніміз 7-ні 7-ге көбейтеміз, 49 болды ғой. Енді сол 49-ды 7-ге көбейтеміз. Сонда 343 болады. Ал 10-ның квадраты дегеніміз 10-ды 10-ға көбейту, 100 болады. Енді 8-дің кубы 8-ді 8-ге көбейтеміз, 10-ны тағы да 8-ге көбейтеміз. Сонда 512 екен. 4-тің квадраты дегеніміз 16 болады екен. Ал 9-дың кубы 729 болады екен. 20-ның квадраты 400 болады екен. Енді Ә вариантын көрейік. Көбейткіштердің квадраты немесе кубын көбейтіндіге алмастырып өрнектердің мәнін есептеңдер дейді. 7-нің кубы бағана айттық, 343 болады. Қосу 457, сонда 800 болады. 10-ның квадраты 100, қосу 671, 771. 8-дің кубы 512 болады, алу 85 тең 427. Яғни бұл жерде куб квадрат деп жазылғандарды көбейтіндіге алмастырамыз, 8 көбейту 8 көбейту 8 болады. Енді 4-тің квадратын 4 көбейту 4 дейміз, 16 болады, 16-ға 704 қосақ 720 болады. 9-дың кубын 9 көбейту 9 көбейту 9 дейміз, алу 236, сонда
93 болады екен. Енді 20-ның квадраты 20 көбейту 20 400 болады, алу 198 тең 202 екен. 6-шы есепті шығар дейді. Табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды. 36 адам волейбол ойнауға, одан 2 есе артық адам футбол ойнауға қатысты. Волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысса, сонша адам эстафеталық ойындарға қатысты. Спорттық ойындарға барлығы неше адам қатысты дейді. Жазамыз, волейбол 30 адам, футбол белгісіз, бірақ 2 есе артық. Эстафеталық ойын сұрақ белгісі. Енді футбол 2 есе артық болса, 36-ны 2-ге көбейтеміз, сонда 72 болды. Яғни 72 адам футбол ойнапты. Енді эстафеталық ойынды табу үшін волейбол мен футболға қатысқан адамдардың санын табу керек. 36-ға 72-ні қоссақ 108 болады. Енді барлық спортқа қатысқан адамдар табу үшін волейбол, футбол, эстафетаны қосамыз. Сонда 36 қосу 72 қосу 108 тең 216. Жауабы спорттық ойындарға барлығы 216 адам қатысыпты. Ал енді әнін шығарайық. Табиғат аясындағы демалыс орталығында 250 адам демалып жүр. Олардың 86-сы тауға өрмеледі. Одан 2 есе кем адам атпен серуендеді. Ал қалған тауға жаяу шықты. Неше адам тауға жаяу шықты дейді. Барлығы 250 адам, тауға өрмелеуге 86 адам, атпен серуендеуге белгісіз, бірақ 2 есе кем. Ал жаяу қанша екен, қалғаны табамыз. Енді тауға өрмелеген 86 адамды 2-ге бөлеміз, сонда атпен серуендеген адамның саны шығады 43 екен. Енді 250 адам бая барлығы. Сол 250 адамнан 86 тауға өрмелеген және атпен серуендеген 43 адамды алып тастаймыз. 86-ға 43-ті қоссақ 129. 250-ден 129 алсақ 121 адам. Яғни жауабы 121 адам тауға жаяу шықты. Есеп теңдеулерді шеш. X көбейтілген жақшаның ішінде 4 көбейту 6 тең 148 алу 52. X көбейту 4 6-ға бөлсек 24 тең 48-ден 52 алсақ 96. X тең 96 бөлу 24. Енді X-іміз 4 болады екен, енді 4 X-тің орнына қоямыз. X көбейту жақшаның ішінде 4 көбейту 6. 4-ті 24-ге көбейтеміз, 96 болады. Енді 148-ден 52 алсақ 98 болады. Яғни 96 тең 96. Екіншісі Y бөлу 5 көбейтілген 7 тең 36 бөлу 18. 5-ті 7-ге бөлсек 35, Y бөлу 35 тең 36-ны 18-ге бөлсек 2. Y тең 35 көбейту 2, Y-ті табу үшін 35-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда Y-іміз 70-ге тең екен. Енді 70-ті Y-тің орнына қояйық. 70 бөлу жақшаның ішінде 5 көбейтілген 7. 70-ті 35-ге бөлсек 2 болады, 36-ны 18-ге бөлсек те 2, яғни 2 тең 2. 8-ші есеп. Қорапта 7 шарик бар. Олардың 3-і көк және 4-еуі қызыл. Қорапқа қарамай тұрып арасынан кем дегенде бір қызыл шарик болу үшін одан неше шарик алу қажет? Қорапқа, қараңдар, 7 шарик болса, қарамай алған кезде біреу қызыл шарик болу үшін неше шарик алу керек? Ойланып көрейік, қорапқа қарамай тұрып арасында кем дегенде бір қызыл шар болу үшін одан 4 шар алу керек. Себебі, егер қатарынан 3 көк шар шығатын болса, 4-ші шар міндетті түрде қызыл болады. Өйткені ол жерде онсыз да 3 көк шар бар ғой. Сонда 4-еуден аз алатын болсақ, ол көк болып қалу мүмкін 3-еу бірдей. Сол үшін 4 шар алу керек.